Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақша амандасу мен ұлттық этикет. Сабағымызды бастамас бұрын, бүгінгі қазіргі таңдағы елімізде болып жатқан жағдайға байланысты қашықтан оқыту формасындағы оқушыға арналған ережелер мен жаднамалармен таныстырып өтейін. Синхронды және асинхронды форматтағы сабақтарды ескере отырып, сабақ кестесін сақтау және оқу күнін жоспарлау. Оқу материалдарын оқу, игеру және белгіленген кестеге сәйкес пәндер бойынша оқу тапсырмаларын орындау. Жауаптарды интернет платформалардың, электронды журналдардың мүмкіндіктері арқылы тіркеу немесе электрондық пошта арқылы жіберу. Тапсырмаларды орындау, мұғалімнің түсініктемелерін оқып, ұсыныстарын орындау. Сынып жетекшісімен байланыста болу. Мұғаліммен байланыста болу. Қажет болған жағдайда мұғалімге туындаған сұрақтарды жіберу. Компьютермен жұмыс кезінде санитарлық нормаларды сақтау. Оқушыға арналған жаднама. Күнделікті бөлмеде тазалық тәртібін сақтау қажет. Күн сайын таңертең бөлмені және жұмыс үстелін ылғалды тазалаудан бастау керек. Күнделікті оқу тапсырмасын орындау, сабаққа қатысу және сабақты оқу қажет. Бос уақытында кітап оқуға, өздігінен білім алуға және өздігінен дамуға уақыт бөлу қажет. Сабақ аяқталғаннан кейін мүмкіндігінше жабдықтар мен мектеп құралдарын алып тастаңыз. Үзіліс кезінде және сабақ аяқталғаннан кейін бөлмені желдетіңіз. Сабақтың оқу мақсаты ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту. Бағалау критерийлері тірек сөздер арқылы мәтін құрай алады, сөздерді тәуелдей алады. Қазақ дәстүрі бойынша үйде, көшеде адамдар бір-біріне қол беріп амандасады. Жасы кіші адам үлкенге ассаламағалейкум деп амандасса, үлкендер уағалейкум ассалам деп жауап береді. Қазақта сәлемдесу сөз анасы деп бекер айтпаған. Ал мектепте, қоғамдық орындарда ер адамдармен де, әйел адамдармен де сәлеметсіз бе деп амандасады. Балалар, осы тақырып бойынша сіздерге тапсырма берілген. Берілген сөздерді жекеше түрде тәуелдеп айт. Әже, ана, ұл, қыз. Дескриптор сөздерге тәуелдік жалғауын дұрыс жалғайды. Жазылым. Толықтырып жаз. Амандасу сөздері, таныстыру сөздері және қоштасу сөздері. Дескриптор сауатты жазуға машықтанады, өз ойын жеткізеді. Келесі тапсырма, өлеңді мәнерлеп оқыңдар. Қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріңдер. Кел жаттығайық. Менің әжем нар әжем. Көп жасаған кәрі әжем. Ауырғанда мен үшін әр сүйгені дәрі әжем. Менің әжем жыр әжем, шуағы мол нұр әжем. Ақ таяққа сүйеніп, аман есен жүр әжем. Есте сақта. Өзімнің отбасымды таныстырамын. Қазақ отбасының жақсы дәстүрі көп. Қазақтар ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Бүгінгі сабағымызды қорытындылап өтетін болса, бас бармақ тәсілі бойынша барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім, белгілерін қойыңдар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.